Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология арнасы. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жердің серіктері туралы 5 қызықты деректермен танысатын боламыз. Видео басталмай жатып, видеомызға лайк басып, арнамызға жазылып кетейік. Егер видео ұнап жатса, бұл контентті барынша достарымызға таратайық. Олай болса, біз видеомызды бастаймыз. Айдың жасына қатысты қызықты деректер. Ай шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын пайда болған деп есептеледі. Бұл жермен бір уақытта пайда болған болуы мүмкін. Айдың пайда болуы туралы ең кеңінен таралған теория жерге үлкен объекті соғылып, сол қақтығыстан пайда болған. Айдың бетінде атмосфера жоқ, ауа да жоқ, сондықтан онда дыбыстар естілмейді. Ауа қысымы жоқ және ондағы температура өте қатты өзгереді. Түсте температура плюс 127 градус, ал түнде минус 173 градусқа дейін төмендейді. Айдың айналуы және айналу кезеңі бірдей. Ай жерді айнала бір толық айналым жасайтын кезде өзі де бір айналым жасайды. Сондықтан біз тек айдың бір бетін ғана көреміз. Бұл құбылыс тұрақты беттік әсер деп аталады. Айда тіршілік жоқ, айдың бетінде су мен өмір жоқ. Алайда ғалымдар айдың тұңғиықтарында мұз қалдықтарын тауып, бұл аймақтарының болашақта адамдарға қажетті су қорлары болуы мүмкін екенін болжап отыр. Айдың әсері айдың өміріне әсер етеді. Ай жерге тұрақтылық береді. Оның гравитациялық әсері біздің планетамыздың айналуына ойсын тұрақты ұстап тұрады. Бұл жерде климаттық тұрақтылығына себепші болады. Ғарыштық миссиялар. Айға алғаш рет адам аяғы 1969 жылы Аполлон 11 миссиясы кезінде аяқ басты. Ол кезде Нил Армстронг пен Баз Олдрин айға қонып, адамзат тарихына бірінші рет ай бетінде жүріп өтті. Осыдан кейін көптеген ғарыш миссияларды айда зерттеу мақсатында жүзеге асырылды. Мысалы 2013 жылы Қытайдың Чене 3 миссиясы айға алғаш рет робот ландерін жіберді. Айды зерттеу және оның адамзат үшін ықтимал қолданылуы, мысалы тұрақты ғарыш станциясын құру қазіргі уақытта және жасалуда. Міне достар, видеомыз да таяп қалды. Бүгінгі видео өте қызықты болды деген ойдамын. Бүгінгі видеомызда сіздермен бірге жердің серіктері туралы 5 қызықты деректермен ғарыштық миссиялар жайлы кішігірім ақпарат алып кеттік. Видео ұнаса лайк қойып, арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.